Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шоколадный бисквитті рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер, мен барлық ингредиенттерді описание бөліміне жазып кеттім. Ұн, какао, секер, жұмыртқа және щепотка тұз керек болады. Бұл бисквит үшін қажетті ингредиенттер және де кремі үшін бізге ұн, сүт, какао, сары май және секер керек. Алдымен осы үш жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұзымызды салып, секер салмастан бұрын миксерлеп аламыз. Жай көрсетті. Бөлек ыдысымызға ұн мен какаоны алып, сүзгіден өткізіп аламыз. Кезекте осы дайын масамыздың үстінен ұн мен какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы дайын болған массамызды противенімізге салып алдық. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 10-15 минутқа пісіріп аламыз. Келесі кезекте біздің бисквитіміз пісіп жатқан кезде бисквитімізді дайындаламыз. Ол үшін 60 грамм секер, 15 грамм крахмал. Осы үш ингредиентті жақсылап араластырып аламыз.
міне өте әп-әдемі керемет болып шықты. Бәріңізге